Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы түсіңізде ақша тауып алсаңыз қалай жорылады? Каналға тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыз. Ендеше бастайық. Егер түсіңізде ақша тауып алсаңыз, сізді кішігірім қиындықтар күтіп тұрғанын, алайда ол қиындықтарға көңіл аудармасаңыз, жақсылық пен қуаныштың келетіндігін білдіреді. Түсіңізде тауып алған ақшаңыздың түсі қызыл болса, сіздің Алла тағалаға шынайы екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде сіз біреуден ақша ұрлап алсаңыз, сізге бір қауіп күтіп тұрғанын білдіреді. Сондықтан да істеріңізде абай болыңыз. Ибн Сириннің айтуынша, егер сіз түсіңізде үйіңізден ақшаны далаға лақтырып жіберсеңіз, басыңыздағы қайғы-мұңнан айырылатындығыңыздың белгісі деген. Түсіңізде ақша тауып алсаңыз, сіздің өміріңізде өзгерістер болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде ақша жинап жүрсеңіз, сіздің рухани бай екендігіңізді білдіреді. Сондай-ақ, түсіңізде жолдың үстінде ақша жатқанын көрсеңіз, мақсатыңызға жету жолында кедергілер болатындығының белгісі. Түсіңізде бір қап ақша тауып алсаңыз, сіздің бай болғандығыңызды білдіреді. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, түсіңізде ақша тауып алсаңыз, сізді кедергілер күтіп тұрғандығын білдіреді деген. Және кедергілер тауып алған ақшаға байланысты қиындықтар тудырады деп айтқан екен. Ибн Сириннің айтуынша, түсіңізде тиын тауып алсаңыз, ұлды болатындығыңызды білдіреді деген. Және ол ұлыңыз сіздің еңбегіңізді ақтайтын, анасының ақ сүтін ақтайтын жақсы бала болатындығын білдіреді. Сондай-ақ, имам Наблуси де осы түсті ұлды болатындығыңыздың белгісі деп жорыған екен. Ал егер көп тиын тауып алсаңыз, бір жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Білім алып жүрген адам түсінде жерден ақша жинап жүргенін көрсе, оқуында озат болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде жерден көп ақша тауып алсаңыз, сіздің арманыңыздың орындалатындығын білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписаться бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.